Төрт құрбының тағдыры. Авторы Ақнабат Айтуова. Ол кездері төрт құрбы бірге оқыды. Арасындағы екеуі сұлу, бірі Аққұба, бірі бидай өңді қыз еді. Аққұба қыз Гүлден, өзімшіл тәкаппар болып көрінгенімен, шын араласып сенім білдірген адамдарымен емен жарқын сөйлесіп, ашық бола алатын. Өзінің сұлулығына қосып, киген киімі талғампаз, сәнденіп жүруді ұнататын қыз. Екінші қыз Мариям, жаңағы бидай өңді сұлуымыз, мінезі де биязы, баяу, жай сөйлейтіні сонша, жан-жағындағылар тыныш отырмаса дауысы естілмейтін. Құрбылар бірге шығып қыдырып шықса, Мариямға жігіттердің бәрі танысқысы кеп, айналасына жиналып қалатын. Одан қалды кездесуге шақырып, телефонын сұрап мезі қылатын. Ондайда, егер жігіттер көңілінен шыға қоймаса, құрбылары үйретіп қойған бір сөзі құтқаратын. Мариям майысып отырып, ренжімеңіз, менің жігітім бар, сондықтан да телефонымды да ешкімге ешқандай уәде де бере алмаймын дейтін. Бұл екі қыздың қасында томпиған томпақтығы өзіне жарасатын, салмағы болғанмен ширақ, жеңіл қозғалатын, ашық жарқын, арасында дөрекелеу сияқты ма, айтарын сойып бетке айтатын Жаннұр деген үшінші құрбылары. Осы Мариям, сен бар ғой, майысып жігіттердің бәрін өзіңе қаратасың да, біз көзге ілінбей қаламыз. Көзге ілінетін пошымымның болғанын қайтейін, адам сияқты жүрем ғой қастарында. Жоқ, жігіттердің бәріне өзі нәзік, өзі майысып, өзі сүп-сұлу қыз керек. Менімен танысса, құдды бір жамандық көретіндей өздері жыныма тиіп ше, деп Мариям құрбысын бір сөзбен шымшып, айдаладағы жігіттермен сырттай бір ұрысып алатын. Оған жата қалып, бәрі бірге күлісіп те алатын. Жаннұрдың сөзінің артында зілі жоқ. Аузын ашса көкірегі көрінетін ақ көңілділігі де бар. Бірақ өзіне біреу кінәратсыз тиіссе, қарсыласын сөзбен ақ жерге тығып, қайта суырып алатын. Дәлелі де, санасына жеткірер сөзін де лезде таба қояды ғой шіркін. Ал енді төртеуінің басын қосып біріктіріп жүретін тағы бір құрбысы Сафия. Ол өзі сабақты да оқиды, саудасында жасап үлгеріп жүреді. Студенттердің іс-шараларын, салтанат кештерін ұйымдастырушы, әркімге ақыл кеңес беруден де шаршамайтын бір өзгеше елгезек қыз еді. Ал енді бұл төртеуі қосылғанда ортада сұлулық та бар, әдемілік, көңілге толарлық әңгіме дүкен, сыпайы да қызықты ойындар, жарасымды әзілдер, қысқасы не керек, бұлар бір-біріне қолдау бола жүріп, бірін-бірі толықтырып жүретін. Студенттік жылдардың 3 жылы да өтіп, соңғы өз қиындығы мен қызығы қатар жүретін, сессия уақытында бірі сылып, бір азып тозып, тестке, жобаларға дайындық уақытынан, жанымыз қалдау, стипендияға ілінетін болдым-ау деп, бір ширығып алатын кездер де өтіп жатты. Осылайша жазғы демалыстан кейін 4-ші курста қайта жиналып, бас қосқан құрбыларының ішінде бірінші боп жаңалық ашқаны Мариям болды. Қыздар, осы күзде мен тұрмысқа шығатын болдым. Қыздар қаумалап, да шу болды да қалды. Қалайша, қашан үлгеріп жүрсің? Бұрын танитын бедің? Мариям, басқа сені мұндай жаңалық ашады деп ойламаппын деп, бір-біріне сөз бермей жатыр құрбылар. Мариям, жарайды, шуламаңдар, тыңдасаңдаршы. Менде жайдан жай келсе салған жоқпын. Менде ұнатып қалдым. Олардың үйі біздің үйге жақын жерде орналасқан. Өзіміздің ауданның жігіті. Каникулда болғанымда бірге жүрдік. Отбасы Астанаға көшейін деп жатыр. Ағасы сол жақта жұмыс жасап, жағдайын түзеп алыпты. Енді ата-анасын, отбасын көшіріп алғысы келеді екен. Мен уәде беріп қойдым. Өзімде ол жігітті жақсы көріп қалғандаймын. Жанымды қоярда қоймай қайта-қайта өтіне берген соң бетін қайтара алмадым. Мені бақытты ететініне сенгендей болдым. Құрбысы, Мариям, сенің оқуың ше, оқуды аяқтаймын, күте тұр демедің ба ең болмаса деп еді? Жоқ, ол мәселені шешіп қойдық. Әзірге Астанаға көшуді жоспарлап отыр ғой. Оған дейін біздің тойымызды жасап, менің университетті аяқтауыма мүмкіншілігім бар. Сосын уақыт деген тез өтеді ғой, үй ішіне үйреніп болам дегенше оқуымды да аяқтап алармын. Біз осында қала тұрамыз. Әке шешесі Астанаға кете береді. Әзірге үйді сатылымға шығармаймыз деп отыр. Ол жігітте еңбек демалысына шығуын күтеді. Қысқасы қыздар, біз біраз нәрсені осылай жоспарлап қойдық. Алдағы аптада олар біздің аудандағы әке шешемнен менің қолымды сұрап, құда түсуге барғалы отыр. Соның ішінде сендер де бірге болсаңдар деймін. Әрі қарай әрине, ұзату тойда да, үйлену тойында да бірге жүресіңдер ғой. Гүлден, осылай біртіндеп кете береміз бе? Бір жігіттің соңында? Не дейін жаным, басынан аяғына дейін бәрін жоспарлап келсең, тек бақытты бол деу ғана қалған сияқты ғой. Құтты болсын жаным, Мариуш,
бақытты болшы тек деп құшақтады. Қыздар жапа тармағай құшақтасып жатыр. Жаннұр басын тартып алып, өзінің аты кім? Біліп едім сен үндемей жүріп ешкімге көрсетпей осылай бірдеме бүлдіретініңді. Бірінші бізге көрсетсең, біз оны біраз сынап, тексеріп, саған лайық па, жоқ па, көзіңді ашып беретін едік. Нақты сенімдісің бе өзің, саған жақсы бай болатынына деп қойып қалды. Есімі Қанат. Я айттым ғой, біз бәріне келісіп қойдық. Өзім де таң қалдым. Сессияны аяқтап ауылға қайттым. Әрі қарай 1-2 рет кездестік та, ол маған ең жақын адамдай болып кетті. Бір жеңгелеріміз де Қанаттың отбасын жақсы біледі екен. Өте жақсы кісілер деп мақтап, жақсы бопты. Сол туысқан жеңгеңнің өзі шығар сені көрсетіп берген, Құдай біледі. Ертең жүреді, сосын сақинасын тағып, қайын алтын тақтым деп мақтанып деп. Жаннұр тағы да дүрсілдете сөйлей бастап еді. София, Мариям өзі келісімін берсе, екі жақ құдалар біліп араласуға дайын отырса, тіптен құда түсу той жағын қамданып отырса, біз неше жерден дос болсақ та, бәрі шынымен де тез болып кетсе де, бәрі келісіп пішіліп қойған сияқты ғой. Я, мұндай қуанышыңда бірге боламыз. Тек бақытты болсам болыпты, көңіліміз жай болады әрине. Бұларды тыңдап, жымиып отырған Гүлден қайтадан сөзге араласты. Жүріп жүргеніңде бізге неге хабарласпадың? Қалай ішіңе сыйды? Мұндай тұрмысқа шығасың ба деген ұсынысқа жауап беру қиын емес пе екен? Сенің тез басың айналып қалатындай, Қанатың соншама не айтып, несімен дәлелдеді? Бұл сөзі кекесін сияқты көрінді, бірақ тәкаппар құрбысының артында таза көңілі тұрған Мариям байқады да. Я, қыздар, бәрі тез болған сияқты ма? Тура 2,5 ай ғой. Бұл қалыпты. Бір-бірімізді танып білдік. Ол мені шын жақсы көреді. София, жарайды, осы тергегеніміз жетер. Енді сенің тойыңа не киеміз, қандай боп барамыз, не сыйлаймыз, соны ойласақ. Қыздар шулап, осы ойларымен біраз даурықты. Сосын тағы да Мариямға бақыт тілеп, орындарынан тұра бастады. Күздің соңында Мариямның тойының уақыты болып, тобымен бірге сол ауданға барып қайтты. Той басталардан бұрын София құрбысы Мариям мен Қанаттың жанына барып қалып, құлағына жақпайтын бір ауыр сөзді естіп қалды. Қанат Мариямға өте дөрекі сөйлеп балағаттады. Неге олай сөйлеп тұрсың деп еді. Өзімнің алатын әйелім, қалай сөйлесем де өзім білем деп міз бақпастан жауап берді. Қыз ұзатылып кеткен, мынау жігіт жақтың тойы, ал Мариям болса болашақ күйеуінің сөзін көтере алмай булығып жылап қалды. София ашуланып кетіп, не болса ол болсын. Осы жерден бәрін тоқтат, бұл саған лайық адам емес, бүйткен тойы да құрсын, кеттік. Сен той залына шықпайсың, қазір қыздарды шақырам, бәріміз сені бұл жерден мына оңбайтын жігіттің қасынан алып кетеміз деп құрбыларын шақыруға оқтала жүре бастап еді. Мариям Софияның қолынан ұстай алды. Жоқ, атама, мен оған үйлену керекпін, басқа жолым жоқ, мен онымен бірге болдым. Ол мені мендіксің деп түсінген шығарсың, жағдай солай болды. Ол сондай қызу жігіт, бірақ мені жақсы көреді. Ол қатты болса, мен сабырлымын. Өзі де солай айтқан. Ол мендей қыздармен ғана бірге өмір сүре аламын деген. София, сен уайымдама, бәрі жақсы болады. Онда неге мұның бәрін жылап айтып тұрсың маған? Осы бастан айтсайшы, түсіндірсейші оған. Саған бұлай сөйлемесін, басыңа секіртіп не істеп жүрсің? Осы бастан ара қатынастарыңды ашып алыңдар. Софияның шынымен құрбысына қатты жаны ашып кетті. Сүйу, жақсы көру осындай соқырлыққа апаратынына іші күйіп ақ тұрды. Мариям, сен қыздарға ештеме айтпай-ақ қойшы. Жарайды, сенмен бөлістім сырымды. Әрі қарай менің өмірім, ол менің өмірім, я. Мен жайлап айтып көрем, бірақ білесің бе, бетіне қарап, қарсы шыққанымды тіптен жақтырмайды. Софияның жүрегі зырқ ете қалды. Мына қызға Қанат деген соншама не істеп тастаған? Онсыз да жаны нәзік, биязы қызды одан сайын тұқыртып, айтқаннан шықпайтын, я өз ойын айта алмайтын, өзінің тұтқынына айналдырып алғандай. Осылай дел сал болып тұрғанда, асаба жастарды ортаға шақырып, көпшіліктің қолшапалақтаған шуы, салтанатты фанфаралар басталып кетті. Қанат пен күйеу жолдасы келіп, гүлдерін беріп, барлығы залға қарай жүрді. Софияның көзі күйеу жігітте. Жек көрерін білмей, я асыл құрбысын оған қимай, бірдеме дейін десе, құрбысының көңілін тағы қимай, іштей алабұртып келе жатты. Қанат сыр білдірер емес, жаңағы дөрекі сөз үшін кешірім сұрамақ түгілі, Мариямның бетіне қарап жылы жүзде танытпады. Өзінше түр жасап алып, маңғазданып келе жатыр.
Той да өтті. Екі жақта қазақтың тойына сай шама шарқынша алыс берісін, салт жоралғысын, қызықты думанын көрсетіп жатты. Мариямның ізетті де ибалы келін бола алатынына әсте белгілі еді. Бірақ мына Қанат оның осы қасиетін бағалай алса болар еді-ау. Біреудің жайнаған гүлдей қызының тағдыры қандай болар екен деген оймен тойдан қайтты. Түнделетіп Марияммен үй ішімен қоштасып, құрбылар да тойшыл қауыммен бірге қалаға қайтып кетті. Пәтерлеріне келген соң Сафия жылағандай болып, бүгінгі естіген, көрген баққандарын қыздарға айтып берді. Барлығы әрине Мариямды уайымдап қалды. Жас қыздардың ойында бір саты балалықтан өскендей, бірақ жігіттерге деген сенімі теріс жағына қылт етіп, жігіт дегенің алып алғанша жақсы болып көріне ма сонда? Біздің жан жағымызда қаншама адамдар жүр, сонда бір күні біздің де осылай оп-оңай алданып қалуымыз мүмкін ба деп уайымдаңқырап та қалды өздері. Қысқы сессияға дейін Мариям да орталарына қосылды. Әр жұма күні күйеуі келіп, Мариямды алып қайтатын. Бұлайша сырт келбеті толықсып, сол биязы қалпын ұстағанмен сессияны зорға жапты. Көктемге қарай аяғы ауыр боп, жазда тіптен жазғы сессияны әупірімдеп жүріп, әйтеуір дипломын қолына алып кетті-ау. Қыздармен бірге отырып, Қанат жақсы, отбасында ата-енесі, Мариям дегенде жандарын шүберекке түйіп отырады екен. Бөпеміз де болады, бәрі жақсы ғой, бірақ кіттай өкінішім бар. Сендермен бірге жүре тұрмай, қарашы, сендер емін еркін абыржымай оқуды аяқтадыңдар, ал мен болсам шермейіп, ентігіп, сендерге ілесе алмай жүрмін. Сәл ертерек күйеуге тиіп алыппын деп жымиып қойды. Осылайша құрбылардың да көңілі орнына түскен. Қасындағы жанашыр адамның жағдайы жақсы болғаны қандай жақсы. Бірақ Мариям баланы Астанаға барып дүниеге әкелетіні, көші-қоны дайын екенін айтып, осы жолы құрбыларымен алаңсыз қоштасып кетті. Есімді жиып, аман-есен босанып алайын. Сендерді Астанаға шақырамыз. Өздерінде де жаңалық болып жатса, мені тойларынан қалдырмаңдар. Мен сендерді қимай бара жатырмын деп көзінен жас алып, құрбыларын да жылатып қоштасып тұрған. Осы кезде бір машинамен Қанат та келді. Жаннұр жағасынан алды. Ай Қанат, құрбымызға үйленіп, біздің арамыздан алып кеттің. Құдай қаласа ұлды болады екенсің. Мынау құрбыларың еді, бірге отырайық демейсің. Бір сөйлесіп шай ішуге де уақытың жоқ па бізбен деп еді. Қыздар, дымдар ренжімеңдер. Таксимен уақытпен жүрем. Ауыл жаққа қайту керекпін. Жақсы, сау болыңдар деді де Мариямды салып алды да жолға шығып, шу етіп кетіп қалды. Гүлден, мына Құдайдың кереметі, а? Әлде қалай? Мариям сыпайы жайбасар байсалды ет. Мына Қанат күйеуі бір шуылдап қалған, сөзі де тез, өзі де тез, келгеннен кеткені тез, қызығия деді. Қыздар сессияны аяқтап, өз тобындағы студенттермен жақсы кеш ұйымдастырып жатыр еді. Барлығы Мариям құрбысынсыз оны да думандатып өткізіп тастады. Дегенмен бұлардың өмірінде де өзгерістер мен жақсы жаңалықтар болды. Маған жігіт қарамайды деп жүрген Жаннұр ұзын бойлы, тым тәуір жігітпен жүрді. Ол жігіті өзінен 4-5 жас үлкен екен, бірақ барынша аңқалақтап қалған. Жаннұрға келіп тұрып, екі қызды да ертіп алып қыдыртып қайтады. Өзі әзілкеш, өз ортасында отырыстың гүлі, тіптен дауысы болмаса да әннің сөздерін жаттап алып ән шырқайтыны тіптен күлкілі де қызық көрінетін. Кран жүргізушісі бұл Жаннұрдың жігітінің есімі Әлижан еді. Орталарында жүріп, мен өзі ауқымды ірі нәрселерді жақсы көрем, кран машинам да ірі, Жаннұрым да ешкімнен кем емес деп күліп жүретін. Екеуі сөзге кеп қалса, әзіл-шыны аралас бір-біріне сөз бермей, ақыры Жаннұрдың жеңісімен аяқталатын. Ондайда сенікі дұрыс, мен саған тек қолдау болып жүрсем бопты деп шегіне салатын. Бірақ мұнысын күшті бір жігіттік мәрттікпен айтатын. Бір жылдай уақыт жүріп, Әлижан мен Жаннұрдың да тойлары дүркіреп өтті. Қазақ тойдан тартынған ба? Бұлардың да шаңырағына бақ тілеп, Мариямнан да хат-хабар құттықтау сәлемдемесін алып, енді міне екі құрбысы да аралас-құралас жүріп жатты. Бұл екеуі қаланың қыздары, жұмысқа тұрып, арасында бірге оқығандармен араласып, Жаннұрдың да отбасына қонаққа барып, бұрын достықтарынан ажырамады. Арада тағы бірер жыл өтті. Мариямның атасы қайтыс болып, Астанадан отбасымен келе жатқанын, үлгірсе, құрбыларын көруге асығыс болса да кездесуге хабар берді. Қыздар бұрынғыша жинала қалды. Барлығы бұлар келем дегенше, сол ауданға барып Мариямның әке-шешесінің үйіне атасына көңіл айтып, одан кейін соңдарынан келген Мариямды қарсы алды. Мариямның екі бөпесі бар екен. Ата-енесі сол қалпы, ал Мариям болса көзі шүңірейіп, азып абыржып қалыпты. Бөпелері кішкентай болған соң, өзіне қарай алмай жүрген соң болар деген. Атасы үлкен
Ауылға сыйлы кісі екен, адам көп жиылды. Жылап еңіреп жатқан үйде қыздар дұрыс сөйлесе алмады. Мариям да бірде қатарға тұрса, бірде кішкентайларының соңында соларға қарап өбектеп жүр. Қыздар Мариямды шақырып тағы да көңілін айтып, енді жолға шығу керекпіз. Мынадай жағдайда кездестік. Сен де ата-анеңмен жүрсің, кішкентайларың бар, бізге алаңдама, өзіңді күт, сабырлы бол, біз қайтайық деп тұрған. Мариям: қыздар, сендерді түсінем, жұмыстарың бар. Жаннұрдың өз отбасы бар, қайтам десеңдер шыға беріңдер. Мен бір жеті осында болам, сосын сендердің арттарынан мен де сол ордада қаламын, Астанаға қайтпаймын. Мен солай шешіп келе жатырмын. Қыздар аң-таң: бұлай еткен несі? Айтпақшы, Қанат қайда? Көпшілікте көзімізге түспеп еді, бәрі дұрыс па деп еді. Кейін бәрін айтып берем. Менің бар шыдамы осы уақытқа ғана жетті. Әрі қарай бұлай өмір сүргім келмейді. Мына балдар өзіммен бірге болады, қалған сосын шешіп алармын. Қазір айтуға ұзақ әңгіме деп, көз жасы көл болып жылап алды. Қыздар бірін-бірі құшақтай ебіл-дебіл бәрі жылап қалды. Шынында Мариямның халі аянышты, өз үйін, төркінін сағынып келген. Бауырында өскен сүйікті атасы қайтыс болып жатыр. Күйеуі жанында емес, бөпелері кішкентай, әрі қарай қалай өмір сүрерін білмей жүргендей. Мариям әке-шешесінің үйінде болды. Сәл адам аяғы басылғанда ата-анесі құдаларынан кешірім сұрап, қолымыздан келетіні рұқсат берсеңіздер, әлі де Мариямды өзіміздікі деп қабылдап, екі немеремізге де барынша қарасып, еш нәрседен таршылдық көрсетпейміз. Айып бізден, ұлымыздың ойын құмарлығын қойдыра алмадық. Негізі мына жақтан да көшпейтін едік. Теріс қарай жүретін ортасынан ажыратсақ, отбасылы боп, әйел бала шағалы болса, ойы да тазарар, жұмысы да жаңарар, жаңа өмір бастар деп едік. Бұл үмітіміз ақталмады. Өзінде бізді де қарызға тығып жіберді. Қайта үлкен ұлым қарыздың біраз бөлігін жауып берген. Қанатты емдетуге де жіберген. Санасы болмаса адамның түзелуі қиын екен ғой. Мариямды да түсінеміз, шыдамы таусылған болу керек. Қанат апталап үйге қонбайды. Оның қазір бала шағасына қайырымы болмай тұр. Құдалар, біз жасырғанмен Құдайға аян. Мариям келініміздің жанының күйзелгенін көріп, біз де оны әрі қарай қинамайық дедік. Өйткені әлсін кетемді көп айтып жүреді. Өздеріңізден хабар келді, ақсақал жүріп кетті деп. Сонымен осы хабарды ести сала айтуға ұят енді, бірақ Мариям өздеріңізге жақын жерде өмір сүрем деп, енді Астанада жүруімнің мәнісі жоқ деп, біздің баламыздан әбден көңілі қалып отыр. Мариям енді осында қалады. Анығын айтсам, өз бетіммен немерелерімізбен қалада тұрамыз дейді. Біз көніп отырмыз. Сіздерге осы жағдайымызды айта келдік. Үйдің ішінде бірнеше секундқа тыныштық орнады. Мариямның әкесі бір сыдырғы, сабырлы адам болғанмен, шешесі шап ете қалды. Ойбай-ай, Құдай! Не деп отырсыз? Қызымызды алғанда не деп уәде бердіңіздер? Өзіміз бас көз боламыз, жылатпаймыз, құлатпаймыз дедіңіз ғой. Екі баласын туғызып алып, қайда өзі Қанат? Қастарында отырған балаға еге бола алмай, ойбай-ай, елдің бетіне қалай қараймыз? Қашанғы қайтып келген қызымды ел жұрттан қалай қорғаштап жүрем? Өзінің елі бар, жұрты бар деп жүрсем, әйел бала шағасы тұрғанда не деген ойын? Ол басын ала алмайтын, а? Құдайым-ау, не болып кетті? Мариям, мында кел. Балдарыңды сіңіліңе қарата тұр. Кел сөйлесейік, деп қызын шақырып айқайлады. Мариям орталарына келіп шетке қарай отырды да, мені қайтадан Астанаға қайтады деп ойламаңыздар. Мен әбден ойланып осындай шешімге келдім. Қазір мен балдарыма ғана керекпін. Өзім жүрсем мүмкін, оның қасында жүруге шыдар ма едім? Балдарым үшін осылай шешім қабылдадым. Олар өскенше шамалы көмек берсеңіздер, әрі қарай өзімізде аяғымызға тұрып кетеміз. Анасы: атасы бастайды, келіні қоштайды, сіздерде шынымен амал таусылып тұр ма? Әкесі осы кезде қозғалақтап қойып сөзін бастады. Егер Мариям балдарын құшағына алып өзі ғана келсе, мен басқаша сөйлер едім. Құда, көп адам өз баласын қорғап шаң жуытпайды. Сіздер Қанаттың дұрыс еместігін айтып, ағынан жарылып отырсыздар. Мариям әрине бізден шықты, сіздерге кетті. Сондықтан да анау кішкентайлары да сіздердікі. Өздеріңіз келісіп, ойластырып келген болсаңыздар не дейік? Қызымызды кері қарай өзегінен теппейміз ғой. Осылайша Мариямның мәселесі шешіліп, әрі қарай қалай өмір сүргеніне, қайда тұратынына кішігірім жоспарлар құрды. 2 күн жатып құдалар жағы қайтып кетті, ал Мариям 2 баласымен қайтадан әке-шешенің үйінде қалды.
Ендігі Мариямның ойы қалаға жетіп пәтер жалдап, өзі жұмысқа орналасып, балаларын бақшаға орналастыру еді. Атасының жетілігінен кейін-ақ өзі шығып, осы жоспарларын іске асыра бастады. Баяғы құрбылары да қиналғанда қасынан табылды. Арада бір жылдан салып, Гүлден де тұрмысқа шықты. Өз жарын табуға жаңылмағандай бақытты ғұмыр кешіп жатты. Осы жылы әсіресе Гүлден үшін өте ауыр қайғылы жағдай болды. Жолдасы жұмыстан қайтып келе жатып, үлкен машинамен соғысып, жол апатына түсіп, төсекке таңылып қалды. Өзі 6 жылдан аса уақытта үйде отырып еді. Арада 1 жыл уақытты салып, Гүлден құрбысы да өз кезегімен Санжар есімді жігітке тұрмысқа шықты. Ол өз жарын табуда жаңылмағандай бақытты ғұмыр кешіп жатты. 5 жыл уақыттың ішінде олар 2 ұлды болды. Бірақ осы соңғы жылы отбасыларында ауыр қайғы болды. Жолдасы жұмыстан қайтып келе жатып, үлкен машинамен соғысып, жол апатына түсіп, төсекке таңылып қалды. Өзі 6 жылдан аса уақытта үйде отырып, тек балаларымен үй жайына қарап отырған Гүлденге бұл қайғыны көтеру оңайға соқпады. Бұл өзі бар елді әупірімге салып, халық қырғын тигендей баудай кесіліп, коронавирусқа ұшырап, қайтыс болып кетіп отырған жылдардың уақыты еді. Бірақ бұл уақытта Гүлденнің күйеуі 2 айға ем-домнан кейін ауруханадан үйге шыққан кезі болатын. Дәрігерлер ашып ештеме айта алмаймыз, бел омыртқа тірек күші жүйке жүйесіне зақым тиген, орнынан тұрып кетуін айту тіптен мүмкін емес деген. Гүлденнің нағыз махаббаты осы кезде байқалды. Қолдарыңнан бар келгені осы болса бопты. Маған күйеуімнің кеудесінде жаны қалса жеткілікті. Өзім аяғынан тұрғызып аламын. Күйеуіме бір тамшы жасымды көрсетпеймін. Қыздар, сендер келгенде де көңілді әңгіме айтыңдаршы, ренжімеңдер, бірақ ұзақ отырмаңдар. Мен қазір қашықтықтан отырып, ақша табуды үйреніп, үй жайымды асырау керекпін. Күйеуім мен балаларға өз қолым тимегенде енемді шақыртып отырмын дейтін. Мариям өзінің Гүлден құрбысының қайсарлығына, күйеуіне деген махаббатына тәнті болып, қызығып қайтқан сол кезде. Гүлден тәкаппар қыз болды, сонысына қарамай ер мінезді, мәрттігі де бар екен бойында. Күйеуі төсекке таңылып, қарапайым қажеттіліктерінің өзін Гүлденнің көмегімен орындап жатса да, бет-жүзі сабырлы, тап-таза болып көрінді. Басында Гүлденнің күйеуі Санжарға оңай болған жоқ әрине. Осылай жатып қалғанына намыстанып, қорланып, өз-өзіне қол салғысы да келген. Бірақ Гүлденнің өзіне деген махаббатының арқасында орнынан тұра алатынына біртіндеп сене бастаған еді. Санжар осы сенімнен кейін өзін ырықсыз аяғын, денесін қозғауға тырысып, баласын ертіп, ойын алаңына алып шығатынын, Гүлдендей ағадал келіншегін аялап, қайта құша алатынын армандап, қайтсем де сол күндерге жетем дейтін талпынысы болатын. Гүлден еңбектенуден тұрып, аяғын апыл-тапыл басып жүрген ұлын әкесі жатқан жеріне әкеліп, мұның төсегіне қалдырды. Әкелі балалы екеуің бір-біріңмен әңгімелесіп, еркектерше мәселені шеше тұрыңдар, ал мен асханаға тамағымды бұқтырып келейін деп, ұлы екеуін қалдырып кететін. Бұл кезде баладан бетер Санжар қуанатын. Мен балаларыма керекпін, осылай ұлымның тәп-тәтті иісін иіскелеп, оның көз алдыңда өсіп келе жатқанын өзі қандай бақыт. Менің осының бәрін көретін көзім бар, оның папа деген даусын еститін құлағым бар. Балама осылай болса да қарай алатын ақыл есім бар. Менің Гүлденім өте ақылды ғой. Шынымен де осының бәрі кішігірім емес, үлкен бақытым екен ғой деп, тебірене баласын құшақтап, төсіне басатын. Ал Гүлден болса, ертең күйеуімнің ерік жігерін қалай көтерсем болады? Бүгін баласына алданды. Алдында ұялы телефонын ауыстырып, ішінен уақытын өткізуге болатын нәрселеріңді таңда. Мүмкін сен де қашықтықтан бір нәрселерді ойлап табарсың, жұмыс жасарсың, өзіңе бір идеялар аларсың деген еді. Ертең оның көңілін қалай тапсам болады деп жанын шүберекке түйетін. Өйткені күйеуінің алғашқы үйге мүгедек боп кіргендегі өзін тастап жіберген халі есіне түссе, жаны ышқынып кететін. Ол тек өмірден түңілмесе екен деп шыр-пыры шығатын. Осылайша ойланып жүріп, жуынатын бөлмеге кіріп алады да, өзі көтеріп жүрген жүгіне өзі шаршай сүрнігіп, егіліп, ешкімге көрсетпей жылап алатын. Мұздай суға бет-аузын жуып алып, балалары мен күйеуі отырған жерге қайтадан күліп кіретін. Жаннұрдың күйеуі келіп, қыздар маған сәлемдеме беріп жіберді, сенің халіңді біліп сұрай кел деді деп, Әлижан да үйлеріне соғып, пакет-пакет балаларына өздеріне азық-түлігін, керек жарақтарын әкеп беріп кететін. Бұл жылуды Гүлден ризалықпен қабылдайтын. Әр үйге кірген жақсылықты біздің несібеміз, ырзығымыз деп қабылдауды да үйренді. Жаз, күз өтіп, қыс мезгілі келген еді. Бір күні Гүлден дүкенге тез барып келемін деп үйден шығып кеткен. Екі ұлы әкесінің көз алдында ойнап отырған. Бір кезде үлкен ұл қас қылғандай
шаңсорғыштың түймешегін басып шуылдатып қосып қойды. Шаңсорғыштың даусына екінші ұл қорқатын еді. Дүрілдеген дауыстан шошынып кіші ұл бақырып кеп келесі бөлмеге қарай қашты да, әкесінің даусын ести сала қайта бұрылғанда шаңсорғыштың сымына оралып қалды. Сөйтіп тұрғанда ескірген дүние осы уақытқа қарап тұр екен. Тарс деп әуелі даусы шығып, артынан қып-қызыл от шығып, артқы қызған тұсынан өртене бастады. Үлкен ұл інісін сүйрелеп әрі алып қашам деді ма, бірін-бірі құшақтап алып қорыққандарынан жылай бастады. Санжар осы кезде ұлдарының өміріне қауіп төніп тұр деген ойдан алқынып кетті. Ол жаны ышқынып, орнынан қалай тұрғанын, ұлдарын қалай құшақтағанын білмейді. Балалары аң-таң. Әкелері бұларға кеп құшақтап тұр. Санжар бұл болып жатқан түсім ба деп ойлады. Дәл осы кезде Гүлден де үйге кіріп келіп, әуелі шаңсорғышты өшірді. Сосын күйеуімен ұлдарын құшақтап, ол да отыра кетті. Біршама уақыттан кейін естерін жиып, шаңсорғышты балконға шығарып тастап, жедел жәрдем шақырды. Анасы мен әкесін шақыртып, физиотерапия алып жалғастыруға, күйеуін жеке клиникаға жатқызды. Енді бұл жолы Санжардың өз аяғын басып, өзі жүріп келетініне сенімді еді, және солай болды да. Бірақ ауыр жұмыс, ұзақ отыруға әзірге рұқсат етілмеді. Біртіндеп бәрі орнына келіп, бұл отбасындағы сынақта махаббат пен шыдамдылық, табандылықтың арқасында өз орнына келді. Бұл кезде құрбылар 28-ге келген уақыттары еді. Өмірдің там-тұмдап, ащы-тұщысын бірге бөлісіп жүрген құрбылар бұл кезде де бірге жүрді. Осы жылы Мариямның отбасында жаңалық болды. Жаңалық емес-ау, өткен күннен естелік болды. Қанаттың ойын құмарлығы ақыры анасының түбіне жетіпті. Осы баласын уайымдаумен ауруға шалдығып, ақыры жоғары қан қысымынан қайтыс болып кеткен екен. Әкесі отырған үйін сатып, мұның қарызынан құтылыпты. Өйтпегенде күнде өлтірем, қырам, жоям деп келетін қарыз берушілерден шаршапты. Өзі үлкен ұлдың қолына барып тұруға бел шешіпті. Ал ағасы, бізді ұмыт, сендей інімнің болғаннан болмағаны жақсы деп үйден қуып жіберген. Басын тауға да тасқа да соғып, арып ашып, Мариямға осы қалаға қайтып келгені де сол екен. Мені кешірсең, Құдайдан кейінгі сыйынатын адамым сен боласың. Барар жер басар тауым жоқ. Ұлым мен қызымды да көргім келеді. Осы уақытқа дейін бір іздемедім. Сендерге қарар бетім жоқ. Бірақ маған бір мүмкіндік берші деп қиылыпты. Мариям оның аянышты түрін көріп, бір ғана мүмкіндік беремін. Біздің жағдайымыз енді түзеліп келе жатыр. Қайтадан баяғы әуеніңе салынар болсаң, менен жақсылық күтпе. Әуелі барып, ата-анамның алдынан өт. Өйткені екеуміз заңмен ажырасып кеткенбіз. Мен сені әке-шешең үшін, әсіресе бейшара сенің анаң үшін кешіремін. Осы уақытқа дейін бізге қарасып, немерелерінің жағдайын жасауға қаражатын жіберіп, пәтердің ақшасын төлеп отырды. Оларға да оңай болған жоқ. Құдай біледі, өздері ішпей жемей ақшаларын бізге беріп отырған шығар. Қанат, не айтсаң да менің кінәмнан болды. Енді бір мүмкіндік деп тағы қиылды. Осылайша олар бір отбасы сияқты бірге жүрді. Балалары 2 жасар 6 айлық кезінде қалғаннан әкелері естерінде жоқ, бірақ біртіндеп үйрене бастағандай. Әке деп айтқанына қуанып, Мариямның оларды жақсы қарап, жақсы тәрбие бергеніне мәз болып жүрді. Жұмысқа орналасып, шашау шығармай, айлығының барлығын Мариямның қолына салып берді. Жарты жылдан кейін қайтадан некелерін қиып, бүтін бір отбасына айналды. Астанаға әкесі мен бауырларына да барып, кешірім сұрап, батасын алып, анасына Құран оқытып, әкесінің ризашылығын алып қайтты. Әкесі тек шығарып салып тұрып, осылай бірге жүргендеріңді анаң байғұста көріп кеткенде ғой деп бір кем дүниесін айтып қалды. Қызылордаға оралып, алдағы өмірлеріне әрі қарай үй салып, кәсіп істеп, отбасы үшін өмір сүруге мықтап бел байлады. Ал енді бұлар 30-ға келдік дегенде, бәрі уайымдап жүрген Сафия да өз жарын тауып той жасады. Сөйтті де шет елге бал айын жасауға демалысқа шығып кетті. Одан келе салып, Сингапурға күйеу екеуі жұмыс жасауға кетті де қалды. Өмір деген түрлі өрнекпен өрлей береді екен ғой. Осы 4 қызды жылатқан да, қуантқан да өздерімен айналасындағы адамдар еді. Тағдыр деген өз қолымен жасайтын нәрсең екен ғой дейтін олар бірге отырғанда. Тек кеудеңде жаның, таза санаң болса, жаныңда сенімді серігің мен адал достарың болса, сынып қалмай, мүжіліп қалмай, өмірді қалағаныңша сүре білу керек екен. Әңгіменің соңына дейін ұйып тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліп қойыңыздар.